Сәлем достар, бұл бізде влог. Бүгін аптаның ортасы, среда. Бүгін отбасымызбен бірге біз пикникке шығамыз. Ендеше видеоны көп созбай, ендеше бастайық. I could blame it on your lips, your touch, your kiss, you know, real traditional. But your love's too original. You're anything but conventional. Baby, did you know? Үстібенді шығайын деп жатырмыз. Саат уже 12 болып қалды. В общем, біз шықтық. Уже саат қанша болды? 12 болып жатыр. Жолда тоқтап анау-мынау заттарымызды алып жатырмыз. Шашлык сияқты қазір мына жерде жаңа киім сататын жер ашылыпты деймін ба. Соған кіріп көрейін деп жатырмыз. В общем, жолдан тоқтап әр нәрсе алып жатырмыз. Әлі бір ай болды, еш жерге былайша шыққан жоқпыз. Енді басталып жатыр. Гулять ету, пикник дегендердің бәрі. Вот. Жазда демалып қалу керек, потом ұбт тапсырып болғаннан кейін әдемілеп тұрып гуляйттау керек деп ше. Жолда кетіп бара жатқан жайымыз бар. My newest look like Halle Berry, but she don't love me, she's too scary. My hope is fun. Осындай кайфпен кетіп бара жатқан жайымыз бар. Things are down. Will you be my leading lady? I want a contract, get no maybe. In the meantime, it's the meantime. Келигенский. Crib by the beach like Odell. No, I'm my killers don't tell. Shadow my mark of the New York the shell. Now my bitches did it. Шығып жатырмыз. Қашан көріп жатырмыз. Ё-моё. In the meantime, it's the meantime. Осы арал қарайды ғой. Демалатын жерлерді іздеп көріп, енді түсіп келе жатырмыз. Вот осындай видта. Міне. Зор ма? Мощный ма? In the meantime, it's the meantime. Келдік, енді отырып. Вот. Қазір біздің отқан жерімізді көрсетем. Осындай обстоятельствода деп ше. Не істеп жатырмыз? Қаяқтамыз? Айтсай, әңгіме айтсай деп ше. Консультация болуы мүмкін, енді білмеймін, кіре аламын ба, кіре алмаймын ба. Ертең бірақ менде уже жұмысқа шығу керек, потом уже кейін бассейнге барамыз. Бүгінгі қызық болған нәрселерден сағат 9-да ағылшын IELTS бойынша бірінші сабақ болған. Мен кеше примерно 1:30-нан аса ұйықтадым. Сол себепті 8:30-да тұрдым да. Хорошо, что есіме түсті, что менде бірінші сабақ бар екені. Сөйтіп бірінші сабақ болды. Task 2 бойынша writing разбираться еттік. Қай жерлерінен қателік болды менде жазған кезде, не нәрсені ескеру қажет деген секілді. Соның барлығын маған түсіндірді. Кәдімгідей көп нәрсе үйрендім. Менде homework бар, үй жұмысын орындауым керек. That I've been through worse to you. I just can't keep running away. Қазір именно осымен естіп жүрген кезде консультация болып жатыр, блин. Ешқайсысында қалмағаннан кейін и уже бұл соңғы былайша консультациялардың бірі ғой енді. Вот сол уже болып жатыр да. И как будто бір үлкен нәрседен қап кеткен сияқты өзімді сезініп жатырмын. I don't mean to, but I lost hope. Everybody's like he's no item. Please don't like him. He don't wife him. He one item. I never listen, no. I should've figured though. All the shit you was spitting so unreal. Шашлык, су, ішіп алғанский, зор қылып.
Naughty. Түрме қараған жоқпын, қалай болып тұрғанымды білмеймін. Қараңыздаршы, зор болып тұр ма? Сәл тұрып қайтамыз деп айта алмаймын, өйткені бізде әлі тамақ, картошка қуырылып жатыр. Поэтому әлі тағы да может 2 сағат боламыз, потом уже қимылдап бастауымыз мүмкін. Енді қазір уже қайтудың әрекетін жасап жатырмыз. Мен кроссовким осылайынан аппақ сияқты болып көрінгенімен, но на самом деле быт-шыт шығып жатыр кроссовкимнің. Сәлем достар. Біз қайтып жатырмыз. Уже өйстіп жиналып жатырмыз. Бәрін жинап, как положено, енді қайтаймыз жатырмыз. Өйстіп заттарымыз тасып келе жатырмыз. Қайтып келе жатырмыз. Қараңыздар, шын деген вид зор ма, мощный ма? Енді әрқайсысын детально түсірген жоқпын. В общем, осындай видта қайтып бара жатырмыз. Ол да өшіремін, қолым тасып кетті. И важит.